Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, нәзік болып пісетін әкелердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Бізге електен өткізілген ұн, бөлме температурасында сармай, газға арналған ыдыс, жұмыртқа, су және де осындай кондитерлік мешокқа насадка саламыз. Менде открытая звезда. Егер сізде ондай болмаса, кәдімгі пакетке салып жасай берсеңіздер болады. Енді кастрөлеге су құямыз. Бөлме температурасындағы сары майды саламыз және тұз салып, орташа отқа қоямыз. Май еріп, су қайнағанға дейін отта ұстаймыз. Міне біздің сары май еріп бастап жатыр. Осындай күрекше қасықпен араластырып көмектесеміз. Міне масса осылай қайнап бастаған кезде алдын ала електен өткізілген ұнды салып, белсенді араластырамыз, яғни тез араластырамыз. Түбі күйіп кетпес үшін белсенді араластырамыз. Массаны араластыра берсең, осындай бір түйір болып жинала бастайды, осындай эластичный, күшті қамыр болып шығады. Енді массаны 2-3 минутта отта араластырамыз, одан кейін пештен аламыз. Міне қамыр толықтай дайын болды. Енді қамырды 5 минуттай суытамыз. Кейін қамырға бір-бірден жұмыртқа сала отырып араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Араластырғанда біздің қамыр осылай түйір-түйір болып бөліне бастайды. Сіздер еш қорықпаңыздар, осылай болу тиіс. Толықтай араластырған кезде осындай біздің масса эластичный, күшті болып шығады. Осылай біз барлық жұмыртқаларды қосып араластырып шығамыз. Міне қамырдың консистенциясы осындай болу қажет. Енді кондитерлік мешокқа барлық қамырды салып шығамыз. Сосын противенге пергамент қағазын жайып, осылай біздің эклерларымызды жасап, қайшының көмегімен осылай ұштарын қиып тастаймыз. Сіздерге лайфхак болсын, осылай барлығын жасап шығамыз. Эклердің барлығын жасап болған соң, ұштарын сумен түзеп шықсаңыздар да болады. Кейін эклердің бетіне қант ұнтағын сүйіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан толық піскенше пісіреміз. Міне достар, эклерлар дайын. Менікі 35 минуттай пісті. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ең алдымен бізге керекті заттарды дайындап аламыз. Бізге бөлме температурасындағы сары май қосылған ванильді қант. Қазір соны миксермен араластырамыз. Сүт, қант, жүгері крахмалы және жұмыртқа қажет. Енді кастрөлге 2 жұмыртқа саламыз, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін қант қосып тағы араластырамыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Сүт қосып тағы да араластырамыз. Кейін массаны орташа отқа қоямыз. Массаны қайнағанша отта ұстаймыз, оғанға дейін жақсылап араластырамыз. Мінеки масса қойылана бастады. Тек қана араластырамыз, араластыруды тоқтатпаймыз. Массаны отта араластырып отырып 2 минуттай ұстаймыз, одан кейін оттан алып аламыз. Кейін бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз, толықтай суынғанға шейін қойып қоямыз. Ал оғанға дейін сары май мен ванильді қантты миксермен жақсылап араластырамыз. Әппақ болғанға шейін араластырып шығамыз. Міне май осындай әппақ болуы қажет. Біздің массамызды суыды. Енді біраз қасықтан салып миксермен араластырамыз. Осылайша біраз қасықтан салып араластыра отырып, барлығын жасап шығамыз. Мінеки крем дайын болды. Енді кондитерлік мешокқа кремімізді салып шығамыз. Міне менде осындай насадка. Кейін эклерді осындай палочканың көмегімен астынан да немесе үстінен 2 рет тесеміз. Мен үстінен тестім, осылай 2 жерінен. Енді біздің кремімізді бір жағынан толтырамыз. Бірінші жағы толса, екінші жағына құямыз. Осылай барлығын жасап шығамыз.
Мінекей достар, эклерлар дайын болды. Мен бетіне осылай әсемдік үшін сахна пудра септім. Сіздер шоколадпен де сесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.